Саламатсыз ба ағай? Сәлем Еркежан, привет, қалайсың? Жақсы ағай, өзіңіз? Жақсы, міне шүкір. Өзің қалайсың, Еркежан? Амансыңдар ма? Жақсы ағай. Біз ары қарай кітап талдауды жалғастырамыз. Достар, бізде 8-ші бөлім, 8-ші сынып, 5-ші параграфқа келген болатынбыз, иә? Сәлем Нұрай. Кіре беріңдер, асықпай кіре беріңдер, біз пока дайындалып, жаңағы параграфтарды бір еске түсіріп алайық. Так. 8-ші сынып дейді. Параграф. 4-ші параграфты айтты ғой біз. Енді 5-ші параграфқа барамыз. 5-ші параграф бізде зерттеу нәтижелерін ұсыну формалар деген тақырып. Зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары тақырыбы. Кіріңдер достар. Так, Айбын, Айзат, Айзере, Аяулым, Еркежан, Зарина, Мағжан, Мадина, Мейіржан, Нұрай, Сәуле, Аружан, Жұлдыз. Кім қайда? Фариза қайда? Паризо жан қайда? Паризо жан. Қосылатын шығар. Ау? Қосылатын шығар ағай. Так, бәрі кірді деген ойдамын, кеттік. Бастай берейік, достар. Енді қараңдар. Видеода зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары. Зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары, достар, бізде. Яғни бітеді, қараңдар. Бұл яғни не деген сөз? Зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары дегеніміз не? Жалпы сендер жұмыс бір зерттеу жүргіздіңдер. Сол зерттеудің нәтижелерін енді сендер көпшілікке қалай таныстырасыңдар? Көпшілікке қалай таныстырамыз деген сөз бар. Вот, сол туралы әңгімелесетін боламыз. Қараңдар. Зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары, бізде
Зерттеу жұмысының нәтижелері әртүрлі формада көпшілікке таныстырылып талданады дейді. Оларды біз сипатына қарай, яғни бізге осы жер керек болады, міне сипатына қарай деген жерде міне мәтіндік және көрнекілік түрде біз айтамыз бұларды. Мәтіндік және көрнекілік түрде айтатын боламыз. Яғни мәтіндік түрде беруге болады екен, құр тексттен басқа ештеңесі емес деген сияқты. И біз не түрде беруімізге болар екен? Жаңағы көрнекілік түрде. Енді давайте осы екеуін қарастырайық. Бұлар не екен? Мәтіндік жұмыстар дейді, міне мәтіндік жұмыстарға жататындар. Олар ғылыми есеп, яғни научный доклад деп айтады орысша. Сосын баяндама, доклад обычный, мақала, реферат. Бұлай негіз алып қарасыңдар, бұлардың барлығы бізде не? Жаңағы тек қана текст түрінде ғана не істеуге болады, бұларды беруге болады. Сол себепті біз бұларды жаңағы не істейміз? Жаңағы мәтіндікке жатқызатынымызда осыдан. Енді қараңдар, келесі не дейді? Бұл жұмыстар ғылыми тілмен жазылады, балалар. Научный языкпен деп айтады енді. Ғылыми тіл нақтырақ тіл ғой. Сол себепті барынша осы ғылыми тілмен жазылады. Ғылыми тілде баяндалатын мәселе сабақтастық пен логика құрылып, артық ақпарат, яғни су жоқ ішінде. Ішінде су болмайды. Вот, соны айтады. Артық ақпаратсыз әсіреулеу болмайды, типа ойбай мынандай болыпты деп айтпайды, осы қалай ес, так айтады. Ғылыми тілде арнайы терминдер жиі қолданылады, яғни ерекшелік осындай. Терминдер, яғни глоссарийлар өте жиі қолданылады. Сол себепті бұл тілді бізде ғылыми тіл деп атайтындығы да сода. Енді кеттік. Үшінші сызба нұсқада бізде осы зерттеу нәтижелерін ұсынудың нелері, формалары берген. Егер мәтіндік болса оған не жатады мына? Сендер енді бұл тақырыпты өтіп кеттіңдер. Ғылыми есеп, баяндама, мақала, реферат өздеріңді білесіңдер. Соның ішінде ең танымалы сендерге ол реферат. Себебі рефератты сендер неде жазып үйреніп қалғансыңдар жаңа. Қайтсам болады. Не кезінен бастап? Оқушы кездерінен бастап не істейдіңдер? Жазып үйреніп қалғансыңдар. Ал вот келесі бізде көрнекілік дейді. Көрнекіліктерді балалар енді бұл текстсіз беруге де болады. Иногда кейбіреулерін текстпен береді. Бұл енді көбінесе қараңдар. Модель түрінде берсек болады, біз алдыңғы сабақта танысқан. Электронды таныстырылым бұл енді презентация кәдімгі міне. Қағаз түріндегі таныстырылым бұл, яғни сендер презентацияны жаңағы принтерден, жұмыса неден жаңағы распечатать етіп алсаңдар, жаңағы қағазға басып алсаңдар, сол кезінде болады. Қабырғалық баяндама. Қабырғалық баяндама бұл мектепте сендер өте көп көретін нәрселерің. Әрбір кабинетке барған кезеңде сендер міндетті түрде бұны көресіңдер. Мысалы, математика кабинетіне барсаңдар, математикаға байланысты формулалар ілініп тұратын стендтер болады. Вот. Енді қараңдар. Ғылыми есеп дегеніміз не? Есеп зерттеудің әдістерінің бірі, кезеңдері, мазмұны және нәтижелері баяндалатын құжат түрінде болады. Бұда только текст болады. Бір-екі графиктер болуы мүмкін, егер олғандай научный түрде бірдеңені болжайтын болса, онда кезеңде болады. Жалпы мынау ерекшеліктері берілген, бұлар енді особо қатты маңызды емес, бірақ ғылыми есеп деген не екендігін білсеңдер болды, қалай жасалатындығын білсеңдер болды. Келесі баяндама дейді. Зерттеу нәтижелерін белгілі бір іс-шара, яғни конференцияларда, семинарларда, дөңгелек үстелдерде кезінде ауызша айтып беру болады. Мысалы қараңдар, ғылыми есепті сендер оқып берсеңдер болады. Ғылыми есепті оқып берсеңдер болады. Өйткені олда өте үлкен информация, оның көлемі өте үлкен болады да, сол себепті оқып беруге рұқсат етіледі. Ал баяндаманы сен жалпы отырып кәдімгідей айтып берсең болады, баяндап берсең, оқу үшін желі да бөлі деп, яғни айтып берсең болады. Бұл сол ауызша айтылатын терминдердің қатарына жатады. Яғни жалпы ауызша айтып беретін документтердің қатарына жатады. Баяндама белгілі бір уақыт мерзім ішінде тыңдаушылар алдында айтылып шығуы тиіс маңызды ақпаратты қамтиды. Яғни ол бүкілін айтып бермейді, маңызды жерлерін айтып береді. Айтады, баяндама әдетте компьютерлік таныстырылыммен береді, яғни презентациямен береді. Сол презентацияның қазақшасы таныстырылым, достар, шатаспаңдар. Компьютерлік презентациялармен, слайдтармен беріледі. Баяндама соңында тыңдаушылар баяндамашыға сұрақ қояды. Кейде баяндама мәтіні басылым ретінде жариялануы мүмкін дейді. Мақала.
Енді бұны балалар мектепте сендер жазбайсыңдар. Бұны университетке, көбінесе магистратураға түскен кезеңде адамдар жаза бастайды. Мақала деген бұл көбінесе журналдарға, өте үлкен ғылыми баспасөз нелерге жазылатын не болып саналады жаңағы ақпарат. Бізде мемлекеттерді, яғни жаңағы ғалымдардың зерттеулерін жеткізудің қысқаша түрі болып саналады. Яғни бұл түсінікті тілмен жазылады мақала. Яғни қарапайым адам мысалы газеттегі мақалалар деген сияқты сондайларда адамдар жаңағы түсінікті тілмен жазады. Оның құрылымына, көлеміне арнайы талаптар қойылмайды. Ол үлкен болуы да мүмкін, кішкентай болуы да мүмкін деген сияқты. Сондай нәрселерді береді. Мақала мысалы ғылыми дәреже алу үшін де мақала жазады. Мысалы, например, доктор, профессор атағын алу үшін де кемінде жылына 3-4 мысалы мақала жазып тұру керек деген сияқты. Типа өзінің жасап жатқан несіне байланысты, қызметіне байланысты. Вот. Енді мақаланың атауы болады, авторы туралы деректер, аты жөні, қызметі, мекеме атауы, аннотация. Аннотацияны сендер білесіңдер, бұл 3 тілде жазылады, яғни қысқаша сипаттама. Сол мақалада айтылатын ключевой факторлар айтылады. Кіріспе бұл бізде жаңағы зерттеудің мақсаты мен практикалық маңызы. Негізгі бөлімде айтылады, сосын қорытынды бөлім әдебиеттер. Балалар естеріңде болсын, мақалада әдебиеттер тізімі болуы міндетті. Себебі сен қай жақтан деректерді алғандарыңды және қай деректерді қолдана отырып мақала жазғаныңды білу үшін. Көбінесе мақаланы оқыған кезінде адамдар ғылыми әдебиеттерді оқиды. Осы әдебиеттер тізімін тексереді бірінші. Келесі реферат. Сендер оқушы кезіндегі өте таныс сөздердің бірі бұл реферат, Ой, реферат десе, ана Википедиядан кіріп, копировать етіп, ставить етіп, оны шығарып, атын өзгертпей, ішіндегі заттарын өзгертпей бере салу емес. Реферат деген бұл зерттеу нәтижелерін қысқаша түрде баяндау. Бұл әдебиеттерге шолу жасау деп айтады. Бұл балалар максимум бір 5 беттен 10 бетке дейін ғана болуы мүмкін, яғни А4 форматында. Мұнда тақырып бойынша бұрыннан белгілі деректерге шолу жасалады және олар талданады. Рефератта кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды әдебиеттер бөлімі болады, яғни әдебиеттер тізімі. Реферат көпшіліктің алдында қорғалады. Бұны сендер оқып берсеңдер де болады, жалпы, но желательно бұны ауызша баяндауды қажет етеді. Вот, реферат. Келесі, зерттеу нәтижесін ұсынудың көрнекілік формаларына не жатады дейді. Бұл топқа модельдер, электронды таныстырылымдар, қағаз түріндегі таныстырылым, қабырғалық баяндамалар жатады. Немесе біз бағана айтқан стендтер жатады. Стендтер жатады. Енді қараңдар, сендер 4-ші параграфпен 1-ші практикалық сабақта модельдер туралы білім алдыңдар дейді. Біз 4-ші параграфта модельдерді қарастырған боламыз. Енді таныстырылым. Бұл бізде не? Таныстырылым дегеніміз. Бұл бізде қарапайым, біздің жаңағы күнделікті өмірде көріп жүрген презентация. Естеріңде бар болса, біздің сабақтарымыз көбінесе презентациямен өтеді. Сол презентацияның өзі таныстырылым, яғни сендерге ақпаратты көрнекі түрде қабылдауға жеңіл болу үшін, яғни артық сөздердің бәрін алып тастап, тек қана керек, мықты және қажет түріндегі ілерді айтамыз. Вот таныстырылымда. Вот, қағаз түріндегі таныстырылым көпшілікке таратылып беріледі. Яғни сол презентацияны сендер шығарып, распечатка қылып, болмаса қағаз түрінде, плакат түрінде ілінеді. Электронды таныстырылымды жалпы сендер білесіңдер. Бұларда жағы қабылдауға жеңіл болсын ұзақ сөйлемдер берілмейді. Яғни жалпы қысқаша түрде айтып береді. Яғни бұл енді үлкен қоғамға арналған таныстырылым негізі. Қабырғалық баяндама. Зерттеу нәтижесін ауызша баяндауды қажет етпейтін деп сендерден сұрайды. Яғни зерттеуді біз қажет етпейтін, ауызша баяндау, типа ауызша айтуды ол қажет етпейтін нен болып саналады. Мысалы, например, сендер мектепте оқып жүрген кезде, қазір оқып жатсыңдар ғой. Сол жерде қараңдар, математика кабинетіне кірдік делік, мысалы. Сол жерде математика кабинетінде мысалы андай үшбұрыштар формулалары тұр, қысқаша көбейту формулалары тұр, математиканың ең басты нелерінің бірі ғой. Сол жерде қасында адам тұрмайды ғой всегда, типа, ей, кім, Еркежан, қарай қойшы деп айтып тұрмайды. Мынау қысқаша көбейту формуласы, а квадратты б квадратқа қоссаң, ол тең с квадрат болады деп айтпайды. Ол жерде мысал келтіріп жатырмын ғой енді. Яғни, ол жерде айтпайды. Ол не істейді жаңа сендерге? Қарапайым түрде сен уже көрген кезеңде түсінесің.
мынау қысқаша көбейту формуласы екен деп. Даже тіпті мектептерінде андай стенд болады, біздің үздіктер деген, мысалы жалпы олимпиаданың жеңімпаздары, жаңағы спорттық жарыстардан алғашқы орын алғандардың несі болады, жаңағы стенді болады. Типа сол жерде аты жөнімен сыныбы жазылып тұрады, и жаңағы қандай дәреже алғандығы жазылып тұратын сондай грамоталары, кубоктары тұрады. Сол жерде қасында адам тұрмайды. Типа ой, келе қойшы, мынау пәленше ива пәленше, бұл мына жылы туылған, мамасы мына жерде жұмыс жасайды, папасы мына жерде жұмыс жасайды, айтып тұрмайды, сен сразу білесің, кім так пәленше ива мерей жалпы неде мынау мектепте мынау жаңа спорттық дәрежеден, неден, каратэден, болса тэквондодан халықаралық неде бірінші орын алып келіпті деп, мысалы, например, уже адам оқиған сайын оны біледі уже. Яғни бұны ауызша айтып тұрудың қажеті жоқ. Мына қалғандардың барлығын ауызша айту керек болады, түсіндіру керек болады адамға. Ал қабырғалық баяндама немесе орысшасы стендті айтуға, ауызша айтуды қажет етпейді. Оны дәл былай айтқанда сұрамайды да сендерден. Міне осындай нелер бар екен бізде. Көрнекіліктер жаңағы зерттеу нәтижесін қысқаша баяндаудың бір түрлері екен. И осымен балалар бізде жаңағы тақырып бітеді. Осы тақырып бітеді. И біз сендермен бірге картография және географиялық деректер базасы деген тақырыпты бастайтын боламыз. Осы жерде 6-шы тақырып оқушылардың өте көп қателесетін нелерінің бірі. Міне, сұрақтарының бірі. 6-сы күні, достар, 6-сы күні 0-ші мартта мынандай сұрақтар келген екен. Қараңдар. Географиялық карталар дегеніміз дейді. Міне, осы сұрақ келген екен. Қараңдар. Математикалық тәсілмен анықталып, кішірейтілген, жинақталған жер бетінің немесе аспан денелерінің, ғаламшарлардың жазықтық бетіне көшірілген нақты көрінісі дейді. Міне, осы сұрақ, достар, бізде осы не жаңағы дүние бізде 6-сы күні бірінші сұрақ болып келген екен оқушылардың көпшілігіне. Бізде 6-сы күні кіріп шыққан оқушылар айтып жатыр, яғни осындай сұрақ келді дейді. Мынау бізде ОБТ-да келген сұрақ. Значит, бұны сұралады екен. Міне. Сендер балалар жаңағы 7-ші, 8-ші, 9-ші сабақтарда осы тарауды өтесіңдер. Сол кезінде осы географиялық карталар дегеніміз не екендігі міндетті түрде айтылады. Енді сол жерде мынау нәрсе бар. Бөлім бар, қараңдар. Мына бөлім бар. Бұны оқушылар кішкентай екен дейді, оқымай кетеді, маңызды емес шығар деген сияқты. Бірақ алайда бұл өте маңызды нелердің бірі, бөлімдерінің бірі. Географиялық карталар мазмұнына қарай 3-ке бөлінеді. Қамтитын аумағына қарай, ауданына және масштабына қарай деп 3 түрге бөлінеді екен. Мазмұнына, қамтитын аумағына және масштабына қарайды. Ал енді давайте мазмұнына қарай қарастыларды айтайық. Жалпы географиялық карталар болып бөлінеді екен, физикалық карталар, тақырыптық карталар және арнаулы немесе кешендік карталар екен. Ал енді қамтитын аумағына қарай, яғни қанша жерлерді қамтуы мүмкін. Мысалы, сендер атластарыңды ашып қарасаңдар, дүниежүзілік карталар, материктік карталар, мұхиттық карталар және дүние бөліктері, материктердің бөліктері, ел бөліктерінің, аймақтық және жергілікті жер карталар болады. Яғни бұл қамтитын территориясына байланысты айтады. Ал масштабына қарай ірі масштабты немесе топографиялық карталар, орта масштабты карталар және ұсақ масштабты карталар болып бөлінеді екен. Жалпы осының ішінде тұрған дүниелер өте маңызды, сендерге бетіп беру мүмкін. Географиялық карталар бөлінеді деп сұрау мүмкін. Яғни ол мазмұнына, қамтитын аумағына, ауданына және де масштабына қарайды. Жеке-жеке каждый береді. Мазмұнына мынау, қамтитын аумағына мынау, ал масштабына мынау деп беріп қоюы мүмкін. Енді қараңдар, всегда тақырыптық картаны сипаттайтын басты элементтерге картографиялық бейнелер жатады екен. Сосын картаның жаңағы математикалық негізі жатады екен. И көмекші жабдықтары мен қосымша мәліметтері жатады екен. Енді қараңдар, өткенде ОБТ-да 6-сы күні, тот же самый 6-сы күні бізде мынау келді, міне. Қосымша мәлімет деген түрі келді. Міне, қосымша мәлімет түрі деген келді.
қосымша мәлімет деген түрі келді. Бұл бізде балалар профиль, диаграммалар және тағы да басқалар болып есептелінеді. Міне, профиль және диаграммалар болып есептелінеді. Яғни, осы жерде бізде балалар именно келгені профиль келді міне. Яғни, осы 6 күні кірген оқушыларға профиль сұраған екен. Яғни, тақырыптық карталарда сипаттайтын қосымша мәліметтер деп сұралды. Бұл жерде бізде профиль келген екен. Профиль деген не? Профиль деген бұл жалпы фотоның түрі. Когда, мысалы, например, профиль деген сөз жалпы, қалай айтсам болады? Оны айтсам қазір кішкене қиналып қаласың. Былай ғой, жалпы. Өзен ағып жатады да, өзенді тура ортасынан кеседі, сол жерін көрсетеді, кесілген жерін көрсетеді. Яғни торттың кесілген жеріндегі ішін көрсетеді деген сөз ғой, торттың ішін көрсетеді деген. Соны профиль деп айтады. Профиль деген сөз бок деген мағынаны білдіреді, яғни шеті деген сөз. Сол шетін көрсетеді, ішіндегі болып жатқан дүниелерді көрсетеді, неден тұратындығын көрсетеді. Профиль. Яғни мынау кесте, достар, мына кесте, қарапайым кішкентай кесте, көпшілігі назар аудармайтын кесте, бірақ бұл кестені біз не істеп алуымыз керек? Міндетті түрде жаттау керек болып саналады. Міне. Жасыл түс көзді ауыртып жібереді екен, андай жасыл түске бояп қояйық. Яғни мына кесте міндетті түрде қажет. Енді қараңдар, тақырыптық карталар дейді. Тақырыптық карталар бізде екіге бөлінеді, балалар. Екіге бөлінеді. Ол бізде жаңағы екі үлкен топқа. Ол бірінші табиғат құбылыстары мен физикалық, географиялық карталар болып есептелінеді, және қоғамдық құбылыстар картасы, немесе әлеуметтік экономикалық карталар деп бөлінеді. Ол үшін былай айтқанда біреу чисто физикалық карталар, екіншісі жаңағы әлеуметтік экономикалық карталар деген сияқты болып бөлінеді екен. Енді қараңдар, тақырыптық карталарда мынандай басты ерекшеліктер бар. Бала, тақырыптық картада 5 ерекшелік бар. Осы 5 ерекшелікті білу керексіңдер. Бұны біз сабақтарда да айтқан болатынбыз, видеоуроктарда да бар, жаңағы барлығында айтылған. Қараңдар, бүйтеді. Тақырыптық карталарды сипаттайтын басты жалпы ерекшелігі бар. Есіңде болсын, тақырыптық карталар всегда ұсақ масштабта не істейді? Жасалады. Бір бөлінген 1 миллионнан ұсақ дейді. Мысалы, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион деп не істейді? Кете береді. Бұл тақырыптық карталарды сипаттайтын басты белгілерінің бірі. Екінші, тақырыптық картаның мазмұны нақты бір құбылысты бейнелеумен анықталады дейді. Яғни климатқа қатысты ғана ұғымдарды айтады. Болды. Географиялық негіз сақталады дейді. Негіз деген сөз не? Картада үлкен көлдер, өзендер немесе қалалар жоғалып кетпейді. Мысалы, да, беріледі дейді. Құбылыстардың сандық және сапалық сипаты көрсетіледі. Мысалы, абсолюттік немесе салыстырмалы. Сандық десе санмен беріледі. Мысалы, например, Эвересттің қасында тұрады 8848 деген сан тұрады. Ал сапалық деген сөзі именно Эверест тауларын қоңыр түспен бояп қойды. Яғни олар биік деген сөз, ол тау деген сөз мағынаны білдіреді. И географиялық құбылыстарды түрлі картографиялық әдістермен бейнелейтін 5 дүниесі бар. Осыны біз сендермен бірге танысатын боламыз. Қандай картографиялық әдістер бар екендігі. Енді қараңдар, мына 3 фотоны қарайтын болсаңдар, картада қолданылатын, яғни бейнелеу әдістері. Ең біріншісі әрине бірінші әдісін біз қазір қарастырамыз, екіні де үшті де қарастырамыз. Естеріңде сақтап алыңдар. Бұл фотолар таныс қой сендерге барлықтарың, иә? Таныс қойсыңдар ғой жалпы. Уағалейкум ассалам, қалайсың Бектемір? Яғни бұлардың барлығы сендерге бір жағынан болсын, фотосы бар сабақтарда, иә, презентацияларда біз айтқан болатынбыз. Опа, чо там Бектемір? Чо там? Молодец, қалқам, молодец. Молодец, молодец, молодец. Красавчик, бәріміз қолдарымыз көтеріп, кәне шапалақтайық. Молодец. Бектемір, қандай тақырыптар келді? Қандай тақырыптар келді айтайын ба? Бектемір, сол сұрақтарды ше, пожалуйста, маған жазып жіберші. Иә, қазір бір А4 парақшада соны жазып жіберші. Сұрақтардан бірақ сұрақты өлем есімде. Есіңе түседі, қазір сен жазып атқан кезеңде есіңе түседі, міндетті түрде. Хорошо? Сұрақ келді ғой. Христоф кемелер деген. Енді ол сұрап
Енді ол сұралады міндетті түрде, иә. Соны маған сұрақтарын жазып жібере қойшы, пожалуйста, хорошо? Еттеме? Жақсы. Примерно қалды. Жазып жүремін. Примерно дейміз. Сұрақ жазып жіберсең, мен ответін айтпай ақ қой, ответін өзім тауып аламын. Хорошо? Сұрақтарды берсең жеткілікті сол жерде. Все, молодец, Бектемір, красавчик. Молодец. Нағыз ұбытта өте, значит, нағыз ұбытта жақсы бала аласың деген сөз. Өте керемет. Молодец, молодец. Ең бастысы, самый главный, сен жауап бере алсаң болды ғой. Алдында неде қанша алып едің кім? Бектемір? Неде? Январда? Қаңтарда 32 алдым. 2 балың өзі прогресс. Бұл жерде андай ғой, мәселе прогрессте емес, мәселе неде? Сен осы балыңды сақтап қала алдың ба деген сөз ғой. Вот. Сақтап қалу бір мәселе, оны көтеру тағы бір мәселе. Сол себепті барынша қараңдар, қайталаңдар. Ол көңіл түсіретін жағдай емес, ол наоборот керісінше қуанатын дүние болып тұр. Яғни молодец, сен өзіңнің алдыңға алған балыңнан жаңағы төмен алған жоқсың деген сөз. Қазір көпшілігі, мен енді қазір оқушылар қанағатсыз деп ұрсам ренжисіңдер, бірақ шынымен қазір сендер қазіргі оқушылар кішкене чуть-чуть қанағатсыздау ма, сондай деп ойлаймын мен. Неге? Өйткені оларға всегда андай жоғарғы сразу ойбай 130-140 алып кету керек дейді. Жоқ, ол мәселе ода емес. Балалар, мәселе неде? Сен прогресс жасап жатсың ба? Сен кішкене болсын бірдеңені түсініп жатсың ба? Болмаса сен балың бірнеше өзгеріп жатыр ма? Сол басты мәселе болып саналады. Ол сендердің басты дүниелерің осы. Енді осы 7-ші суретте молодец, Бектемір жазып жібере ғой маған, иә? Сұрақтарды. Жазып суретке түсіріп жіберсең болды. Группада барсың ғой, группада жібере салсаң, мен өзім ары қарай талқылап аламын. Тақырыптық карталарда бейнелеудің өзіндік әдістері қолданылады. Оларға сапалық түс әдісі, изо сызықтар әдісі және қозғалыс сызықтары әдісі жатады екен. Енді осы жерде давайте сапалық түс әдісімен танысайық. Оны таныстық дегенде біз білеміз бұны, жалпы осы жерде тұрғандық. Мынау бірінші фотоны айтып тұрсың деген мына фотоны. Қараңыз, сапалық түс десе, қараңыз, әр жерлерде әртүрлі түске бояған. Как будто біреу ММД-шіп, мысалы, айтып көшім, құш берген деп айта берейік, иә, өзіміздің приколымыз ғой. Сондай нәрсе. Биде кескінделетін аумақты дейді, сендерге енді примерно былай қарапайым тілмен, сендердің тілдерімен айтатын болсақ, в общем, картаға түсетін жерді дейді, қандай да бір сапалық белгісіне байланысты жеке бөліктерге бөлгенде қолданады дейді. Егер бұны да қарапайым тілдермен айтқанда, сапалық түс әдісі, картаны әртүрлі разноцветныйға бояу, бұл белгілі бір жерді, белгілі бір ерекшеліктеріне байланысты. Типа, мына жерде бойы ұзын адамдар тұрса, оны қою қызылмен тұрады, мына жерде карликтар тұр десе, оны ақшыл қызылмен бояйды. Вот типа сондай қылып, белгілі бір ерекшелігіне байланысты бұлар не істейді? Бояйды екен. Әрбір бөлік бір түске боялады, немесе штрихтармен таңбаланады. Яғни типа мынандай полоса қылып жаңағы сызып қояды деген сияқты. Мысалы, саяси карталарда әртүрлі түспен мемлекеттердің алып жатқан аумақтары. Вот, мысалы, сендердің саяси карталарың ничем ол не емес андай, не дешеді аты? Сапалық карта емес, мысалы да, сендердің саяси карталар. Ол оның өзі де неге жатады жаңағы, сапалық түс әдісіне жатады. Вот. Басты ерекшеліктер осы да. Сапалық түс әдісімен климаттық белдеулерді, міне сапалық түс әдістермен картада қандай не бейнелеуге болады екен. Міне, онымен бейнелеуге болады екен, міне климаттық белдеулерді, өсімдік пен топырақ зоналарын, тау жыныстарының жасын, ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерді ауданын көрсетуге болады екен. Яғни жалпы бізде айтып жатқан нәрселердің бірі осы екен. Міне, ал енді изо сызықтар әдісі. Изо сызықтар әдісі бұл енді қарапайым жалпы сызықтармен беріледі. Всегда естеріңде болсын, изо сызықтар белгілі бір несіне байланысты. Айтады, жалпы географиялық карталарда, тақырыптық карталарда да қолданылады. Үшін бұл изо сызықтар любой картада қолданылады. Изо сызықтар деп жер бетіндегі қандай бір құбылысты сипаттай алатын мөлшерлік мәні бірдей нүктелерді қосатын қисық сызықтарды айтады екен. Жалпы изо сызықтар дегеніміз бізде осы екен. Міне. Изо сызықтар деп дегеннен айтып отырмыз. Міне.
Ондай сызықтар қатарына дейді горизонталь сызықтар, яғни горизонталь сызықтар бізде нені бейнелейді? Ол биіктіктерді бейнелейді. Изобараны өте жақсы білесіңдер. Изобара ол бізде нені бейнелейді? Қысымды бейнелейді екен. Изогета бұл жауын шашынды, немесе ылғалдылықты, изотерма температуралар. Бұларды белгілі бір мақсатта, белгілі бір карталарды қолданады. Қараңдар. Мысалы, изобараны қысым карталарында, қысымды көрсету үшін картада осыны нені қолданады, жаңа изосызықтарды қосады. Изогетаны жауын шашындар көп түсетін аймақтарға қолданады. Изотерманы температураның айырмашылықтарын білу үшін карталарда қолданылады. Келесі. Енді айтады. Қозғалыс сызықтары әдісі. Қозғалыс сызықтары әдісі ол бізде какой-то бір направлениені көрсетеді, достар. Нәрсені түсініп, қозғалыс сызықтары әдісі балар какой-то бір направлениені көрсетеді. Картадағы какой-то бір направлениені көрсетеді, достар. Мысалы, например, ол бізде қалай болуы мүмкін қозғалыс сызықтары әдісі. Олар картада либо стрелкамен беріледі, либо басқа дүниелермен беріледі. Міне, қараңдар. Например, мына фотоға керек. Көрдіңдер ме, какой-то бір жаққа направление. Олар үзік сызықпен беру мүмкін, сплошной сызықпен, жуан, немесе жіңішке сызықпен беру мүмкін. Енді айтады, осы жерде қараңдар. Олар мысалы картада арқылы картада бағыттың ауысуы, мысалы темір жолдың бағытын көрсетуі мүмкін, тас жол және басқа жолдар. Енді айтады сендерге, түсі мен мөлшері дейді, сызықтардың қозғалысының сандық және сапалық сипаттамаларын беріледі дейді. Мысалы, сендер өте жақсы білетін, мына қызыл мен көк сызықтар недегі, картадағы. Олар біз мұхиттағы ағыстарды айта алады екенбіз. Жылы ағыстар мен суық ағыстарды. Сондай-ақ жыл мезгілдерінің, желдердің бағыты, мысалы, например, муссонның, пассаттың бағыттарын көрсетеді. Сонымен қатар қараңдар. Сызықтар не всегда нені көрсете береді, жаңағы бағыттарды. Сонымен қатар, всегда көрсетеді, по идее. Но сызықтардың именно жуан болуы да маңызды, немесе жіңішке болуы да өте маңызды екен. Неге? Жіңішке болса, ол значит, ол жерде аз жүреді, ал жуан болса, ол жерде, в общем, трафик өте үлкен деген сөз ғой, в общем, бұл айтқанда. В общем, ол жерде трафик жоғары деп, қуаттылығын бейнеледі, яғни көпшілік, көп па, аз ба деген сияқты. Осымен жалпы мыналар, бұл жерде особо қатты ерекшелік жоқ, сонымен болды. 7-ші тақырып. Тақырыптық карталарды оқу және географиялық номенклатура деген тақырып болады. Бұл бізде, яғни ұбт-да жиі кездесетін тақырыптардың бірі, номенклатура деген не екендігін қарастырамыз. Қараңдар. Осы келді номенклатура деген сөз есімде бар ғой. Номенклатура. Номенклатура латын тілінен аударғанда атау белгісі деген мағынаны білдіреді. Біз қазір бұны айтамыз. Қараңдар, бітеді. Тақырыптық картаны оқи білу дейді. Талдай білу жасау үшін негізгі жолдарын меңгеру үшін төменде берілген ұсыныс жоспарларды басшылыққа алу керек дейді. Картаға сипаттама беруде мынандай нәрселерге мән беру қажет. Біріншіден, картаның атауы, оның мазмұны, шыққан жылы мен орны және баспасы маңызды. Екіншісі, картаның математикалық негізі, масштабы, картографиялық проекция түрі. Элементтер бойынша картаның мазмұнының бейнеленуі, жер бедері, су, топырақ, өсімдік, елді мекендер, жол қатынасы деген сияқты. Картада көркемделу шрифт ерекшелігі, енді бұның бәрі майда шүйде әңгімелер, особо қатты маңызды еместер олар. Бұл жерде ше. Жалпы сендер оқи аласыңдар ма деген сөз ғой картаны. Төмен түсемізде тақырыптық географиялық номенклатура дейді. Енді қараңдар. Дүниежүзінің физикалық картасынан дейді, Евразияның номенклатуралық нысандарын географиялық орнын анықтау және оларды кескін картаға белгілеу дейді. Мысалы, давайте осы жерде Евразия материгін беріп тұр екен, осыны қарастырайық. Аумағының басым бөлігі экватордың солтүстігінде орналасқан. Жалпы баяғыда осыған байланысты контурный картада біз сызатынбыз, жазатынбыз деген сияқты. Сендер де сөйтіп жасап көріңдер. Солтүстігінде бастапқы меридианға қатысты алғанда шығыс жартышарда орналасқан. Оның жалпы ауданы 54,2 миллион немесе просто 54 миллион деп километр квадрат сандыр болады. Материктің 4 шеткі нүктесі бар. Солтүстігінде Челюскен, батысында оңтүстігінде Пьяй, шығысында Дижнев, батысында Рока мүйісі. Сендер бұны материктерді өткен кезеңде
біз өткен кезеңде айтып кеткен болатынбыз. Евразия материгінің жағалауындағы мұхиттар, солтүстік мұзды мұхиты, білесіңдер, жалғыз материк, который 4 мұхитпен денесетін, шектесетін жалғыз материк. 4-еуіне де несі жетеді, қолы жететін мұхит, мемлекет. Теңіздері Баренц, Кар, Шығыс Сібір, бұның барлығын біз картамен жұмыс кезінде айтқан болатынбыз. Енді Охот, Шығыс Қытай деген сияқтылар бар. Шығанақтары, тот же самый осылардың барлығын біз қайталаған боламыз. Шығанақтарында айтқан болатынбыз, бұғаздарында, біз материктерді өткенде каждый материкке тоқталып картасымен жұмыс жасадық қой. Осылардың барлығын жаңа қараңдар. Соның ішінде біз аралдарды айтпадық көбесе, себебі аралдар особо қатты маңызды емес, бірақ сонда да сендерге мына жерде беріп қойған екен. Сол себепті өздеріңе жақсылап бір түртіп алыңдар. Түртіп аламыз осының бәрін. Евразия материгінің жер бедері, жазықтары, таулары деген сияқтыларды оларды айтып кеткен болатынбыз. Енді екінші практикалық сабақ дейді. Жалпы осы мына жерде особо қатты маңызды ештеңе жоқ. График деген не, мысалы температура, мына картодиаграмма деген сияқты. Вот. Диаграммалар топтамасы дейді. И сөйтеді, бізде 8-ші сабақ географиялық деректер базасы. Осы жерде біз гаж деген затпен танысамыз. Географиялық номенклатура жаңағы тақырып сол жермен бітеді. Ол 9-ші сыныпта, 10-ші сыныпта қайтадан өзінің несіне келеді. Жаңағы қайтадан ол жерде біз оларды қарастырамыз, айтамыз деген сияқты сондай нәрсе. Енді қараңдар, географиялық деректер базасы. Картография ғылымының қарқынды дамуы мен жаңа технология мүмкіндіктер нәтижесінде 20-шы ғасырдың аяғында картографияның геоақпараттық деп аталатын аса маңызды саласы қалыптасты. Міне осы керек, 20-шы ғасырдың аяқ жағында деген бар. Қалыптасады екен 20-шы ғасырдың соңында. Бүгінгі таңда бұл жаңа сала негізінде географиялық ақпараттар жүйесі, яғни біз білетін гаш деп аталатын картографияның кешенді бөлігіне айналған болады. Жалпы осы жерде мына картаны айтып жатыр. Енді мына 4-ші сызба нұсқаға қатты назар аударамыз. 4-ші сызба нұсқада бізде айтылғандай гаждың құрамдас бөліктері деген бар. Гаждың құрамдас бөліктері осы фотода айтылады. И осы жерде біз білеміз. Міне жаңағы гаждың 6 құрамдас бөлігі бар екен міне. 6 құрамдас бөліктері бар. Гаждың көмегімен берілген аумақтар туралы географиялық ақпараттар базасы жасалады. Гаждың базасы графикалық және тақырыптықтығы екіге бөлінеді екен. Міне осы жерде бізде осы сұрақ болады. Гаж базасы бөлінеді деп сендерден сұралады. Сол кезінде шәймәй, достар, осы нәрсе естеріңе түсу керек. Бітеді. Жаңағы осы жерде бұл маңызды. Міне. Қараңдар, бітеді. Гаждың базасы графикалық дейді, және тақырыптық болып екіге бөлінеді. Графикалық базада картаның географиялық негізі, яғни электрондық карта, графикалық базада не сақталады деген сөз ол. Яғни фотосурет, диаграмма, ал тақырыпта бейнелейтін, түсірілмейтін мәтін ғана бейне. Яғни графикада сурет пен карта және тағы әртүрлі диаграммалар бейнеленетін болса, яғни который суреті бар деген сияқты. Ал мәтіндікте только текст түрінде ғана беріледі. Только текст түрінде. Сол себепті тақырыптық және мәтіндік деп айтады. Тақырыптық және мәтіндік деп айтады сода. Тақырыптық және мәтіндік деп айтатындығы да сода. Ал енді айтады, графикалық базасына мәліметтер көмегімен жасалынған туындылар электронды карта, өлшемді компьютерлік үлгілер және анимациялық кескіндер жатады дейді. Міне, мынау жаңағы осы ненің несі ғой, жаңағы жалғасы деп айтсақ та болады па идея. Міне. Құдірет, қалай жады? Ассалаумағалейкум, жақсысың, амансың ба? Жақсы, жақсы. Міне, осы жерде бізде
Көрінбей кеттің ғой, Құдіретжан. Вот. Ага. Болды. Так. Сен 8 мартта кейін таппай қаламыз ба деп қорқып ем болсын. Ой, сәл дегенде сен бір 50 минутқа кешіктің құрсын, құдай. 8 марттан кейін не шықтың ба? Тәуір шықтың ба? Құрсын. Ақшаң қалды ма, әлде қу тақыр болып қалдың ба? Ой. Енді қараңдар. Қазіргі электронды карталар дейтін. Енді картада электрондармен берілетіндер, иә? Қазіргі электронды карталар, үш өзенді компьютер модельдер дегеніміз, яғни 3D модельдер ғой, жалпы айтқан кезінде бұл жерде. Сен 8-ші А суретте көрсетіп тұр міне. Ал үшіншісі нелер жаңағы анимациялық кескіндер міне. Мынау бізде анимациялық кескіндер болып саналады. Анимациялық кескіндер бұл өзі айтып тұр, анимация, яғни мультфильм сияқты сендерге көрсетеді жалпы. Цунами қалай жасалады деген сияқты сонда дүниелерді қамтиды. Вот, соны айтады. Енді мына карталардың түрімен танысайық. Қараңдаршы, мына как будто біреу, білмеймін, біреу не деп айтсақ болады бір. Айтамыз енді мынаны. Мына картаны жасаған адамдар бірдеңені ішіп алдау деймін. Ішіп алған карталарға ұқсайды, иә, примерно, иә? Дұрыс айтасың, айбын, ішіп алған ба дейді. Иә. Вот, бұл карталардың атауы, балалар, бұл аноморфозды карталар деп айтады. Аноморфозды карта деген сөз, бұлар ешқандай неге бағынбайды. Жаңағы масштабқа бағынбайды, ешқандай неге бағынбайды. Бұлар тек қана неге бағынады жаңағы. Картада берілген ақпаратқа бағынады. Қалай нау дейді. Құдіреттің кошелегі ғой, жылдың 8 марттан кейінгі. Вот. Енді қараңдар, 9-шы суретте аноморфоздық карта берілген, аноморфоздық карта деп айтады. Иә? Мына Құдіреттің кошелегі мынау болып қалды ғой, Австралиян көрдіңдер ме? 40 болып қалған. Не мақсатпен шығарылған? Яғни аноморфоздық карта, балалар, бектемір, аноморфоздық карта бұл белгілі бір ерекшеліктерге байланысты береді. Бұл көрсетеді, бұл белгілі бір жағдайларды сипаттау мақсатында береді. Бұны прям бір мақсатта бермейді, бұны тек қана сипаттау мақсатында ғана береді, типа. Осы жерде осындай көп деген сияқты. ұбт-да бұл карта бар, бұл карта бар. Енді бұл картаны сендер бітсеңдер болады қандай. Осы картаны түрін жаттап алыңдар. Білмеймін, қандай ішіп алған карта деп жаттайсыңдар ма, өздерің білесіңдер жалпы. Ол сендерге қатысты. В общем, 8 мартта қатты тойлап кеткен жігіттер мен қыздардың несі ғой, бұл картасы ғой. Иә. Сол жаттап алыңдар. Сол жаттап аласыңдар ғой. Сосын осы карта келе ма, аноморфоз деген картаны іздейсіңдер. Сендерге бетіп береді бұның вариантында. Типа, мына суретте берілген карталар жататын карталардың осы типіне жатады деп береді. Сол кезінде балалар сендерге тақырыптық карта деп береді, жаңағы физикалық карта деп береді, саяси карта деп береді. Сендер оған назар аудармайсыңдар. Сендер сразу аноморфоздық деген сөз іздейсіңдер. Яғни аноморфоз деген сөз тұрақсыз, яғни жалпандай белгісіз деген мағынаны білдіреді, тұрақсыз деген сияқты. Осыны айтады. Бітеді. Енді қараңдар. Карта аноморфоз дейді. Бұл карталардағы географиялық бейнелер дәстүрлі картадан айырмашылық жасайды. Конечно. Бұны ішіп алған адам жасаса, конечно, дәстүрлі картадан айырмашылық жасайды. Неге? Карта масштабы құбылысты сипаттайтын өлшемге тәуелді. Мысалы, халық саны берілген аноморфоз картасында елдердің алып жатқан аумағы халық санының мөлшеріне пропорционалды өзгереді. Яғни, сенің, мысалы, мына картада біріншінде орман алқабы дейді. Қараңдаршы. Орман бізде қай материктерде көп екен? Африкада, 20-30-ға дейін. Африкада и оңтүстік Америкада не екен? Көп екен. Оңтүстік Америкада несі екен? Көп екен. Енді қараңдар, айтады. Осы жерде сендерге маңызды нәрсе. Карта жасау тарихында аноморфоз вариантында дейді, жасалынған карталар экономика, мәдениет, медицина және өмір сүру саты. Бәрін кездестіру, любой карта жасау болады. Жоқ, болды бұл осымен бітеді.
келесі сабаққа пятница күні 1,5 сағат жасаймыз. Так, аноморфоз картаны жасауда дүние жүзіндегі 12 аймаққа арналған түс кодтарын береді. Вот, осы жерден бастап бізге маңызды болады, қараңдар. Түс кодтарын береді деген сөз, это значит, каждый мемлекеттің өзінің несі болады екен, коды болады екен, түсінің коды болады. Мысалы, сендерге сұрайды, Жапонияға берілген Жапония аймағына арналған кодты сұрайды, сұрауы мүмкін. Сол жерде қарайсыздар, міне. Міне. Осы аноморфоз карталарын жасауды жаңағы беріледі. Мысалы, қараңдар, Қытай үшін ашық жасыл, салатовый цвет деп жаттап алыңдар. Үндістан үшін қызыл сары, оранжевый, Жапония үшін фиолетовый, ақш үшін қою көк, Батыс Еуропа елдері үшін күлгін, Шығыс Еуропа елдері үшін көк түс, Ресей солғын жасыл, солып қалған болотный цвет. Сосын Африка елдері үшін солғын сары, түстен қою қызыл, қоңыр түстерге дейін ауысып келеді дейді. Міне, жаңа қараңдар, міне. Мына карталарда рандомный цветпен бояп атқан жоқ бұларды, ше? Рандомный цветпен бояп атқан жоқ. Қараңдар, айтады. Мысалы, Қытайға жасыл түс берген, Жапонияға фиолетовый түс берген, көрдіңдер ме? Вот. Осыларды сендерден сұрауы мүмкін. Мұндай карталармен worldmapper.org сайтынан танысуға болады дейді. worldmap.org сайтынан танысуға болады дейді. Worldmap. Если что, worldmapper.org сайтынан танысуға болады, если что. Я. Если что, сендерге потом жібере салам, я? Сұрақтан көріп жатсам. Енді қараңдар, бітеді. Осы сендерден сұрайды, жаңағы осы аноморфоз карталарын қай жақта жасайды дейді. Енді бұл сұрақ енді көп келмейді, достар. Көп келмейді. Бірақ келіп қалса осы жерден алынған деп айтасыңдар. Бұл басқа сыныптарда жоқ, тек қана 8 сыныптан айтылады. Енді аноморфоз карталарын жасаған кімдер жасайды десеңдер, 900-ге жуық карта бар, бұндай карта. Оны көбінесе ақшта жасайды. ақштың білесіңдер ғой, ақштар не ішіп алса да соны жасай береді ғой бәрін. Вот. ақшта жаңағы Шеффилд пен жаңағы Мичиган деген университет бар ғой, вот соның ғалымдары жасайды бұны. Вот. Сосын мына жерде жалпы жаңағы тақырыптар болады, жаңағы айту керек дүниелер. Жалпы бұл жерде особо қатты ештеңелер жоқ. Енді біздің айта кететін жағдайларымыздың бірі ол мыналы. Жаңағы енді бұл жерде айта кететін тағы да бір дүниелердің бірі ол мынау. Сендер GPS деген сөзді білесіңдер, иә? Құрылғылар бар бізде осындай балалар. GPS Global Positioning System деп аталады. Яғни ғаламдық позициялау жүйесі. Басында бұл балалар андай не болған, типа не мақсатында құрылған, қорғаныс үшін жасалған, бірақ қазіргі таңда осы GPS-ті көп мемлекет қолданады. Даже тіпті сендердің туристеріңде тұрған, сендердің қай жақта орын тұрғандарыңды көрсететін осы GPS арқылы көруге болады. Вот. Бұның несімен, көмегімен сен картада қай жақта тұрсың деген сияқты сондай нәрселерді көрсетеді. Енді келесі нәрселердің бірі ол GLONASS жүйесі. GLONASS жүйесі бұл балалар ресейлік система. Яғни GLONASS жүйесі бұл ресейлік система. Бұл ең алғашқы GLONASS 1982 жылы 12 қазанда орбитаға ұшырылады. Сөйтіп, бұл жаңағы ресейдегі нелерді позицияны көру үшін арналған жаңағы, ол кезінде әрине Кеңес одағы кезінде, сол ашылған кезеңде сол жерлерді, қай жерлерде бар, сондай дүниелер бәрін не үшін жасау үшін жасалған болады. Енді қашықтықтан зондтау дейді, немесе дистанциялы зондтау. Жердің және бетке ішкі қабат бөлігінде орналасқан нысандар мен түрлі ғарыш денелерінің орналасуы мен олардың қозғалысы дистанциялық жолмен, дистанция деген сөз, яғни
бармай сол жерге кәдімгідей ақпарат алуды жүзеге асырады дейді. Бұндай өте көп. Қазақстанда осы мақсатта бізде Қазсат деген бар. Міне, Қазсат. Қазгеосатпен шатастырмаңдар, достар. Қазгеосат ол басқа. Ол Европаның көмегімен жасалған, ал Қазсатты біз өзіміз жасаған спутник. Осы Қазсат арқылы балалар біздің телефондарымыз, связьдарымыз жұмыс жасайды. Жаңағы біздің зерттеу амалдарымыз жүргізіледі осымен деген сияқты. Осылайдан алынған мәліметтер түрлі бағытта ғылыми зерттеу орталықтарына беріледі. Әлі күнге дейін солармен жұмыс жасап келе жатыр екен. Міне, қашықтықтан сондықтан біз келесі сабақтарда сендермен танысатын боламыз. Осыны группаға жібере аласыз ба деймін, мынаны ма? Кітапта бар ғой сендерде. Мен сендер кітап ретінде кітапты ашып жіберіп қойдым, соның ішінде осы жерлерді белгілеп аласыңдар. Так, келесі тақырыпта біз балалар физикалық география бастаймыз. Литосфера тарауына. Міне біз уже 2 сабақтың көлемінде 2 үлкен тарауды бітіріп тастадық, который ұбт-да сендерге осы 2 тараудан 5 сұрақ келеді. Осы жаңағы географиялық зерттеу әдістерінен 2 сұрақ, жаңадан 3 сұрақ келеді, сонымен 5 сұрақты келеді. Міне, особенно 8-ші сыныптардан өте көп келеді. Вот. Осындай нәрселер келеді. Міне, келесі тарауда біз физикалық география деген бөлім бастаймыз. Өте анандай өздерің таныс, самый ұбт-да оқушылар қиналатын тараудың бірі. Бірақ алайда бұл өзінің несімен атнеші жаңағы ерекшеленетін тараудың бірі болып саналады. Гаш келеді, жыбы, гаш всегда келеді, гаш всегда келеді. Гаш енді 9 мен 10-да ғой енді ол. 10 мен 11-де ғой, сол себепті сондай нелері бар, әрине. Келеді ол міндетті түрде. Сол себепті балалар осы тақырыптарды қарастырамыз. Келесі сабақта біз сендермен физикалық географияны бастаймыз жұма күні. Сол себепті осыған дейін барлығын бір түртіп алыңдар, өздеріңе керек болады міндетті түрде. Кейін кітаппен оқыған кезеңде міндетті түрде жеңілірек болады. Ашып зерттеп қарағанға, қайсымен дайындалған кезеңде осылар керек деп дайындалсаңдар болады. Міне балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше. Всем пока.